Саламатсыздар ма, менің тәтті үй каналымның қонақтары. Мен бүгін осындай жеңіл-желпі голубцы дайындайтын боламын. Ол үшін бізге фарш, жуа, сәбіз, капуста және де азғантай күріш керек болады, жұмыртқа керек болады. Бірінші бастапқыда мен табамды қыздырып, қызып тұрған табаға азғантай сұйық май құямын. Және де азғантай сары май. Қуырып алған сәбіз бен капустамызды азғантай суытып алдым. Енді осыны фаршымыздың үстіне саламыз. Енді осылай туралып дайын тұрады көкөністерім. Енді жуылған күрішімізді саламын. Бір жұмыртқа. Тұз, дәмдеуіштерді енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Қара бұрыш. Бір қасық паприка. Енді осының бәрін жақсылап араластырып аламын. Енді шетінен алып, жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай котлеттердің формасын береміз. Менің протеиндерім қатты үлкен, сондықтан маған осындай ыдысқа салу ыңғайлы болып тұр. Ал сіздер енді өздеріңіз қалайсыздар. Біздің соусымызға 150-160 граммдай қаймақ. Қандай қаймақ алсаңыз да бәрібір. Бір ас қасық томат пастасы, азғантай тұз және де қара бұрыш. Жақсылап араластырып, үстінен су құямыз. Дайын болған соусымызды дайын котлеттерімнің үстінен осылай деп құйып шығамыз. Дайын болған котлеттерімізді бетін фольгамен жауып 180 градус қызып тұрған пешімізге 40-45 минутқа қоямыз. Жиырма минуттан кейін бетіндегі жабылған фольганы мен алып тастадым. Беті де қызарып піссін деп. Енді піссімелі деп табағымызға салайық. Қалауыңыз картофельный пюре, бада заттар. Асымыздың дәмін көретінде уақыт келді. Бісміллә деп ауыз тиіп көрейік. Капуста ерекше дәм беріп, жаңағыдай сочный дейміз ғой, сондай сочность береді екен капуста. Міндетті түрде жасап қараңыздар осы рецептпен. Үйдегі бала шағаларыңызға ұнайды деп ойлаймын.
Каналымызға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.